Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын израильдік таңғы ас шакшуканың рецептісімен бөлісемін. Табамызға сары майды салып, ертіп аламыз. Пияз салып, кішкене қуырып аламыз. Сарымсақ салып, тағы да бірнеше минут пісіріп аламыз. Ұнтақталған дәмдеуіштерді салсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Олар кориандр, тмин және зира. Тағы да бірнеше минут қуырамыз. Томат пастасын салып, бір келкіп болғанша барлығын араластырып қуырамыз. Қызанақ, болгар бұрышын салып, тағы да қуырамыз. Тұз, қара бұрыш саламыз. Орегано, базиликті салу міндетті емес, бірақ салсаңыздар өте жақсы дәм береді. Су құйып, қақпағын жауып, су тартылғанға дейін пісіреміз. Осылай күрекшемен өткізгенде, ортасында із қалатындай болғанға дейін жеткізу керек. Жұмыртқаларымызды саламыз, сүзбелі сыр саламыз. Жұмыртқаларымыздың ағы ағарғанша, бірақ сарысы қатты қатаймағанша пісіріп аламыз. Қалауымша жұмыртқалардың үстіне тұз салуға болады. Қалауымша үстіне кинза саламыз. Кинзаны салмаса да болады. Осымен шакшукамыз дайын болды. Тандыр нанмен жеуге кеңес беремін. Өте күшті болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.